Мә, не істедіңдер, бәрін құрттыңдар ғой сендер. Бір сендерге сендім ғой мен нормальный сценарий әкелем ма деп. Өмір үшін позорын шығарасыңдар да жүресіңдер ғой әйтеуір. Ең сенбеймін бар ғой сендерге. 3 киноны қосып жібергендерінен сананың ішіне. Машаймен үйдетін ағып жүрген адам. Істеуге болады. Нап нормальный кино ғой. Просто санаға айтып білімі жоқ. Көп күшті қылып, әдем қылып сценарий апарды ғой. Айтсайшы. Біз екеуміз жаздық қой, біз екеуміз жазған кино қандай болып шығады? Ой, ана ағайдың ештеңесі жоқ. Оқымаған ба, бірдеңе ғой андай. Ақша, пара, сондаймен кіріп кеткен ғой. Адам позорын шығарыңдар ғой. Қойыңдаршы болды. Ондай болса менде бір идея бар. Мына сценарийді айтайын сендерге. Ол қандай сценарий тағы? Айтып көр давай. Тыңдап көрейік, бір нормальный шығар әйтеуір. Ал оқы былай басталды. Бір бойы ұзын жігіт болады дағанда. Үйінен шығады ол. Оң жағына бір қарайды кетіп. Сол жағына қарайды. Кетіп, қой деп кіріп кетеді үйіне. Жоқ, ондай емес. Андай бойы мыртықтай кіріп кішкентай бала шығады. Былай қарайды, далаға қарайды, көшеге шығады. Достарыңыз деп достарына барады ғой. Достарымен әңгімелесіп отырады дағанда. Не істеп не қойған мен қайтып кетем, бірнеге болады әйтеуір. Сен қуасың ба? Немене бәлем, басы жоқ, аяғы жоқ, ортасы жоқ. Ой, сенікі онша емес екен, бірақ ренжіме. Мына сценарийді қарайын. Қалай нерв қылмайсың? Мен Айлядан ондай нәрсе күтпедім бар ғой. Барлық жақсылығымды бір тиын шығарды ғой. Сол ғой, біз қаншама жақсылық жасадық, ал ол болса біз жақсылығымызды бір тиынға шығардық. Адам емес қой сол ше. Негізі онда түсінуге болады ғой. Қалай түсінесің? Вообще бар ғой ше, нервім шығып жатыр ше. Сол ғой, кетсем. Айтмаңыздар, қанша ғой? Сен не автоатсақ деп атсаң, өз нервім шығып атсаң, а? Сенен түсіп кетті ма? Мен сәл бір түрлі қалып бар ғой. Мына сценарий тыңдап көрші. Сен сәл бір түрлі ұнаған кейін өзің ойланып көресің енді. Қыздар, қараңдаршы, мен шашым кеше ғана салонға барып едім, шашым бір түрлі қойған сол. Тағаны әдемі ғой. Екі қарасаңдар, үшін жаман алып тастаған ше. Қыздар, осы салонның не қажеті бар? Сендер біздерін мысалы үшін салонсыз ақ әдеміміз ғой. Қыздар, салон деген сөздеріңізді естіп қалдым. Шынында да шаштарыңызды жақсы алмапты. Негізі өзім шаштар ашымын. Қумашы, сен одан да жаман алдыратын сияқтысың ғой, түріне қарасам. Сонсыз. Біз онсыз да әдеміміз. В общем, сендердің киноларың бар ғой. Дал баса. Менде бір идея бар. Егер кино түсіретін болсақ, киноларды ұрлап түсірейік. Бірақ бұны ешкім білмеу керек. Қой, киноларды ұрлаймыз ғой не? Кино ұрлаймыз а, онда менде жетеді кино, мынадан. Уайымдамасаңдар. Қыздар, жігіттер, кеше байқадым, бәрінің сценарий өтпей қапты. В общем, анаяқтағы ағайдікі дұрыс емес негізі, бір өзі де білмей ма бір нәрсе ғой. Айтпай енді, бәрі қажет дегенмен продюсер ғой. Продюсер тек болмады. Еңбектеніп бардық бәріміз. Біреуіміз тыңдаса болады. Мақұл ғой енді, өтіп кеткен нәрсе ғой, бірақ сонда да бізде бір идея болып тұр. Ол қандай идея? Болмайтын бір идея болып жүрмесін. Жоқ, негізі нормальный идея. Қазір білесіңдер ма, ескі кинолар ешкім көрмейді, сендер де көрмейсіңдер ғой сол ескі киноларды. Біз сол ескі киноларды қайталап түсірейік. Өзіміз қайталап кәдімгі солардың персонаждарын алып, сол киноларды қайталап түсірсек, қалай қарайсыңдар? Плагиат деп әңгіме жүрмей ма? Тоқтаңдар, тоқта. Мен негізі оның айтқанына келісемін.
нормальный идея ғой. Кім біліп жатыр дейсің ескірген нәрсені қайта сорт жаңартып былай ретро болып ескі машиналарды еске алсақ ол деген зор нәрсе емес па? Қалай? Келісесің ба?